Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Ұсынылып отырған бейнеролик 9-шы сыныптың 2-ші тоқсанындағы оқу процесін ұйымдастыруды және сабақтарды өткізу әдістерін қамтиды. Екінші тоқсан келесі бөлімдерді қамтиды: физикалық география бөлімі және атмосфера бөлімшесі, физикалық география бөлімі және гидросфера бөлімшесі. 9-шы сыныптың оқу бағдарламасы Қазақстанның географиясына арналған. 2-ші тоқсанда бір үлкен бөлім физикалық география қарастырылады. Осы бөлімнің атмосфера атты бөлімшесін қарастыру барысында оқушылар Қазақстанның климатын түзуші факторларды, климаттық жағдайын талдайды, климаттық ресурстарын бағалайды, Қазақстандағы атмосфералық қолайсыз және қауіпті құбылыстардың қалыптасуын түсіндіреді, таралу аумақтарын картада көрсетеді, сақтану шараларын ұсынады. Сонымен қатар, қазақ халқының атмосфералық және климаттық құбылыстарын номинациялау ерекшеліктерін анықтайды. Ал гидросфера бөлімшесін қарастыру барысында Қазақстанның ішкі суларын топтастырып, көрсеткіштерін талдап, сипаттайды. Қазақстанның су ресурстарына экономикалық баға береді. Су ресурстарының экологиялық проблемаларын талдап, шешу жолдарын ұсынады. Қазақстанның геосаяси проблемаларын жіктеп, шешу жолдарын ұсынады. Трансшекаралық өзендер мәселесін, Каспий мәртебесін қарастырады. Атмосфера бөлімшесін меңгеру барысында оқушылар талдау, бағалау сияқты дағдыларын одан әрі дамытады. Аталған бөлімнің тақырыптары мен оқу мақсаттары: Қазақстанның климатын түзуші факторлары. Қазақстанның климатын түзуші факторларды талдайды. Қазақстанның климаттық жағдайы. Қазақстанның климаттық жағдайын талдайды. Қазақстанның климаттық ресурстары. Қазақстанның климаттық ресурстарын бағалайды. Қазақстанда қолайсыз және қауіпті атмосфералық құбылыстар. Қазақстанда атмосфералық қолайсыз және қауіпті құбылыстардың қалыптасуын, таралу аумақтарын картада көрсетіп, сақтану шараларын ұсынады. Қазақ халқының атмосфералық және климаттық құбылыстарды номинациялау ерекшеліктері. Жергілікті компонентті қосымша қамту негізінде қазақ халқының атмосфералық және климаттық құбылыстарды номинациялау ерекшеліктерін анықтайды. Атмосфера бөліміндегі қазақ халқының атмосфералық және климаттық құбылыстарды номинациялау ерекшеліктері атты тақырыпты қарастырып көрейік. Бұл оқу мақсаты қазақ халқының атмосфералық және климаттық құбылыстарды номинациялау ерекшеліктерін меңгертеді. Сабақтың басында келесі сипаттағы сұрақтарды қоюға болады. Қандай атмосфералық және климаттық құбылыстарды білесіңдер? Олардың атаулары қандай мағынаны білдіреді? Оқушылар үшін номинациялау сөзі жаңа сөз болып табылуы мүмкін. Сондықтан, номинациялау сөзінің мағынасын нысана әдісінің көмегімен ашып алуға болады. Жалпы номинациялау бұл нысандарға, құбылыстарға, үрдістерге атау беру. Сабақ барысында терминдермен жұмысқа үлкен көңіл бөлу керек. Оқушыларға терминдерді олардың анықтамаларымен сәйкестендіруді ұсыныңыз. Мұндай тапсырмалар оқушылардың академиялық тілінің одан әрі дамуына жақсы әсер етеді. Бұл тапсырманы орындап болғаннан кейін дұрыс жауаптарды оқушыларға көрсете отырып, өзара бағалауды ұйымдастыруға болады. Әрі қарай оқушыларды топтарға бөліп, оларға түрлі метеонимдердің атауларын ұсыныңыз. Метеонимдерді ұқсас белгілеріне байланысты жіктеуге, мағынасын түсіндіруді тапсырыңыз. Тапсырмаларға дескрипторларды ұсынуды ұмытпаңыз. Топтар жауаптарын ұсынғаннан кейін
мұғалім кері байланыс ұсынуы қажет. Егер оқушылар жоғарыда берілген тапсырманы орындау барысында қиындықтарға тап болса, онда оларға метеонимдердің жіктелуін түсіндіріп жіберуге болады. Метеонимдер жыл мезгілдеріне, жауын-шашынға, желге байланысты жіктелуі мүмкін. Оқушыларға келесі сипаттағы практикалық жұмысты ұсыныңыз. Қазақ халқының атмосфералық және климаттық құбылыстарды номинациялау ерекшеліктері атты тақырыпта инфографика немесе таныстырылым әзірлеуді ұсыныңыз. АКТ-мен жұмыс жасау қабілеті жоғары оқушыларға қолданбалы бағдарламаларды қолдануға рұқсат беруге болады. Төменде инфографика әзірлеуде тегін бағдарламаларды қолдануға болатын сілтемелер көрсетілген. Сабақты бекіту барысында оқушыларға анаграмма, кроссвордтар шешуді ұсынуға болады. Мұндай тапсырмалар сабақ соңында оқушылардың қызығушылықтарын оятып, белсенділіктерін арттырады. Сонымен қатар логикалық ойлау және сын тұрғысынан ойлау қабілеттерін де дамытады. Оның үстіне жаңа сабақ бойынша алған білімдерін бекітуді жүзеге асырады. Екінші тоқсанда қарастырылатын екінші бөлім ол бізде физикалық география және оның бөлімшесі гидросфера. Бұл бөлімнің тақырыптары мен оқу мақсаттарына тоқталып көрейік. Бірінші тақырып Қазақстанның ішкі суларының түрлері. Оқу мақсаты Қазақстанның ішкі суларын топтастырады, көрсеткіштерін талдайды және сипаттайды. Өзендер мен көлдер, мұздықтар мен мәңгі тоң, жер асты сулары. Келесі тақырып қазақ гидронимдері. Оқу мақсаты қазақ гидронимдерін жіктеп, мағынасын түсіндіреді және транслитерациясын үш тілде ұсынады. Қазақстанның су ресурстарына экономикалық баға беру. Қазақстанның су ресурстарына экономикалық баға береді. Су ресурстарының экологиялық проблемалары. Жергілікті компонентті қосымша қамту негізінде су ресурстарының экологиялық проблемаларын талдап, шешу жолдарын ұсынады. Қазақстанның ішкі суларының геосаяси проблемалары. Қазақстандағы су ресурстарының геосаяси проблемаларын жіктеп, шешу жолдарын ұсынады. Трансшекаралық өзендер, Каспий теңізінің мәртебесі. Гидросфера бөлімшесіндегі Қазақстанның су ресурстарына экономикалық баға беру атты тақырыпты қарастырып көрейік. Бұл тақырыптың оқу мақсаты Қазақстанның су ресурстарына экономикалық баға береді. Аталған оқу мақсаты су ресурстарын экономикалық бағалаудың ерекшеліктерін меңгертеді. Сабақтың басында келесі сұрақтарды қоюға болады. Су ресурстарына не жатады? Қазақстан су ресурстарымен қаншалықты қамтамасыз етілген? Сабақ тақырыбына келесі суреттерді көрсету арқылы шығуға болады. Суреттерге бағыттаушы сұрақтар қойылады. Суретте не бейнеленген? Сабақтың тақырыбы немен байланысты болуы мүмкін? Әрі қарай оқушылардан Idea Web әдісі бойынша су ресурстарына экономикалық баға беру дегеніміз не екен, өз беттерінше анықтауға мүмкіндік беріңіз. Осы тапсырманы орындау барысында оқушыларға бағыт беруге болады. Сабақтың басында көрсетілген суретті қайта көрсетуге болады. Тапсырма орындалып болғаннан кейін оқушыларға кері байланыс ұсынуды ұмытпаңыз. Жоғарыдағы тапсырманы орындап болғаннан кейін су ресурстарына экономикалық баға беру дегеніміз не екен түсіндіріп кетуге болады. Су ресурстарын экономикалық бағалау дегеніміз су ресурстарының пайдалану көлемі және су шаруашылығы кешеніне қатысушылар арасында су тұтыну көздерін, олардың көлемін анықтауды көздейді. Су ресурстарын экономикалық бағалау дегеніміз су ресурстарының пайдалану көлемін және су шаруашылығы кешеніне қатысушылар арасында су тұтыну көздерін, олардың көлемін анықтау деп айтылған. Сондықтан оқушыларға суды тұтынушылар мен
колдануучуларга кандай салалар жататынын айтып кетүүгө болот. Суду тутунуучуларга суармалы эгинчилик, жылуу энергетикасы, металлургия, химия және мунай химиясы, жеңіл өнеркәсібі, тамақ өнеркәсібі, целлюлоза, қағаз өнеркәсібі. Суды қолданушыларға су энергетикасы, су көлігі, балық шаруашылығы және рекреацияны жатқызуға болады. Ары қарай оқушыларға графикпен жұмыс ұсыныңыз. Оқушылар график бойынша су көп пайдаланатын шаруашылық салаларын анықтаулары қажет. Әр тапсырманы орындап болғаннан кейін оқушыларға кері байланыс беріп отыру қажет. Тапсырмаларға дескрипторларды ұсыну керек. Оқушыларға шағын зерттеу жұмысын жүргізуді ұсынуға болады. Оқушылар өздерінің отбасыларында тәулігіне неше литр су жұмсайтынын анықтап, нәтижесін диаграмма түрінде ұсынулары қажет. Тапсырмаларға дескрипторларды және тапсырманы орындап болғаннан кейін кері байланыс ұсыну керек. Жоғарыда көрсетілген тапсырма орындалып болғаннан кейін оқушылар өздерінің нәтижелерін осындай дөңгелек диаграмма түрінде көрсетулеріне болады. Тапсырма орындалып болғаннан кейін оқушылардың отбасыларында жұмсалатын көрсеткіштермен осы көрсетілген статистикалық көрсеткіштерді салыстыруға болады. Сонымен қатар оқушыларға еліміздің әр қалаларындағы жеке тұлғаларға арналған судың тарифтерінің бағасын ұсыныңыз. Судың бағасы ең қымбат және ең арзан қалаларды анықтап, оның себептерін анықтауды ұсыныңыз. Сонымен қатар оқушыларға заңды тұлғаларға арналған судың тарифін де көрсетуге болады. Ең қымбат және ең арзан қалаларды анықтап, себептерін түсіндіруге болады. Сонымен қатар заңды тұлғалар мен жеке тұлғаларға арналған судың тарифтерін өзара салыстыруға да болады. Оқушыларға әлем елдерінің тәулігіне неше литр су тұтынатынын көрсетіңіз. Қазақстанмен салыстыру жүргізуге болады. Назарларыңызға рахмет.